Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен марафон сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы меслеклер. Яғни бұл сабақта достар біз сіздермен бірге өзіміздің мамандығымыз жайлы айтып үйренетін боламыз. Ең алдымен достар, осы бүгінгі мамандық тақырыбына байланысты жаңа сөздік қормен танысып алайық. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat, dişçi, polis, hemşire, şoför, tamirci, terzi, berber, futbolcu, işçi, çiftçi, postacı, pilot. Tағы bir қайталап шығамыз. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat, dişçi, polis, hemşire, şoför, tamirci, terzi, berber, futbolcu, işçi, çiftçi, postacı, pilot. Ал енді достар, сөздердің барлығы түсінікті болса, енді өзіміздің мамандығымыз жайлы айтып үйренейік. Қараңыздар, менімен бірге қайталап оқыңыздар. Benim adım Aygerim. 28 yaşındayım. Doktormun, dәрігермін. Hastanede çalışıyorum. Hastane деген аурухана. Ауруханада жұмыс істеймін. Çalışıyor деген жұмыс істеу. Yani hastanede çalışıyorum, жұмыс істеймін. Şu an bir hastayı muayene ediyorum. Şu an дәл қазір деген сөз. Дәл қазір бір хаста деген ауру кісі, науқас кісі. Bir науқас кісіні емдеп жатырмын. Muayene ediyorum деген емдеу деген сөз. Емдеп жатырмын. Mesleğimi çok seviyorum. Мамандығымды өте қатты жақсы көремін. Bence doktorluk çok faydalı bir meslek. Менің ойымша, bence деген менің ойымша деген сөз. Менің ойымша, дәрігерлік өте пайдалы bir мамандық. Енді тағы bir мысал. Benim adım Aygerim, ben öğretmenim. Менің атым Aygerim, мен мұғаліммін, Okulda öğretmenlik yapıyorum. Okul деген мектеп. Мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін. Şu an okuldayım. Дәл қазір мектептемін. Öğrencilere ders anlatıyorum. Оқушыларға сабақ үйретіп, түсіндіріп жатырмын. Anlatmak деген түсіндіру. Öğrenci деген оқушы. Оқушыларға сабақ түсіндіріп жатырмын. Mesleğimi çok seviyorum. Мамандығымды қатты жақсы көремін. Çünkü öğretmenlik çok önemli bir meslek. Себебі мұғалімдік өте маңызды bir мамандық. Önemli деген маңызды. Маңызды bir мамандық. Тағы бір қайталап шығам, оқимыз, Benim adım Aygerim, 28 yaşındayım, doktorum, hastanede çalışıyorum. Şu an bir hastayı muayene ediyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Bence doktorluk çok faydalı bir meslek. Benim adım Aygerim, ben öğretmenim. Okulda öğretmenlik yapıyorum. Şu an okuldayım. Öğrencilere ders anlatıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Çünkü öğretmenlik çok önemli bir meslek. Ары қарай жалғастырамыз достар. Қараңыздар. Benim ailemde 5 kişi var. Yani менің aile деген отбасы, алдыңғы сабақтардан білеміз. Менің отбасымда 5 кісі бар. Babam mühendis. Baba деген әке, Әкем инженер. O fabrikada çalışıyor. O fabrikada жұмыс істейді. Annem doktor. Anam dәрігер. O hastanede çalışıyor. Ол ауруханада жұмыс істейді. Ben 9. sınıfta okuyorum. Men 9. sınıfta оқимын. Erkek kardeşim
3. sınıfta okuyor. Erkek kardeş degen kim edi? Yani enesi ya. Enim 3. sınıfta okuydu. Kız kardeşim ise okula gitmiyor. Kız kardeş degen kim edi? Singili ya, nemесе karındaş. Singlim mектepке barmaydı deydi. Yani siz de dostlar dәл осылай осы жерге өзіңіздің отбасыңыз жайлы қойып, өзіңіздің отбасыңыз, өзіңіздің мамандығыңыз, өзіңіздің отбасыңызда адамдардың мамандығы жайлы түркше айтсаңыз болады. Қараңыздар, benim ailemde 5 kişi var ya, sizin отбасыңызда қанша кісі бар? Осы 5-тің орнына өзіңіздікін қойсаңыз болады. Әкеңіз кім болып жұмыс істейді? Қай жақта істейді? Анаңыз кім болып жұмыс істейді? Қай жақта істейді? Сіз кімсіз? Оқушысыз ба? Әлде сіз де мұғалімсіз ба? Бауырларыңыз қайда жұмыс істейді? Солардың барлығын енді осы сабақтан кейін түркше айта алады деген ойдамын. Барлықтарыңызға iyi dersler arkadaşlar. Görüşürüz.